Сәлем достар, бүгін логикалық сұрақтарды достарыңызбен шешіп, кімнің ақылды екенін анықтаңыздар. Номер бірінші сұрақ. Күздің кезінде Арман ең бай адамдардың қатарына қосылды. Оның жанында үй қызметшісі және әйелі бар еді. Бір күні оны полиция өлі күйінде жатқанын анықтады. Үйде 3 адам бар еді. Солардан сауалнама алған кезде аспазшы түскі тамақты дайындадым деп айтты. Ал үй қызметшісі үй жинадым деп айтты. Әйелі болса бассейнге шомылдым деді. Кім қылмыскер? Дұрыс жауабы әйелі, себебі күзде бассейнге түсе алмайтын еді. Номер екінші сұрақ. Кафеде 4 дос кездескен болатын. Біраз уақыттан соң алкогольді сусындар таусылған кезде Әселді шығарып салған болатын. Азанда полиция Әселдің өлі екенін анықтады. Оны өлтірген 3 достың біреуі еді. Олардан сауалнама алған кезде бірінші досы дәретханаға бардым деді. Ал екінші досы алкогольді сусынға заказ бердім деп айтты. Үшінші досы қыздармен таныстым деді. Кім қылмыскер деп ойлайсыз? Екінші досы, себебі кафеде алкогольді сусын таусылған болатын. Номер үшінші сұрақ. Арман ғалым саласын оқығаннан кейін ядролық қару жасап жатқанда қателіктер кетіп, улы газ бүкіл бөлмеге тарайын деп жатыр. Арман тірі қалу үшін 2 бөлменің біреуіне кіру қажет. Бірінші бөлмеде өте ыстық, екінші бөлмеде өте суық. Қай бөлмеге кірсе тірі қалады? Дұрыс жауабы екінші бөлме, себебі суық бөлмеде газ аз таралады. Номер 4-ші сұрақ. Үлкен қабатты үйде жер сілкінісі болып жатыр. Далаға шығатын 3 есік бар. Бірінші есікте 1930 жылғы қылмыскер. Екінші есікте от жалындап жатыр. Үшінші есікте улы газ. Қай есікті таңдаған дұрыс? Дұрыс жауабы бірінші есік. Ол қылмыскер өліп қалған. Ал видеоның соңына да келіп қал. Егер видеоны лайк басып, каналға жазылып кетіңіздер.